Сәлеметсіздер. Тойларыңызды көріп таң қалдық. Құдай салмасын, не деген сұрапшылдық. Қазақ айтқан ғой, бір тойда екі жар жоқ деп. Бірақ та сіздердікін көріп, біз расында ғажаптандық енді. Екінші стол деген болады екен, екінші столда тіпті түнгі сағат 12-де қалың тәтті қанды тізіп тастайды екенсіздер, торт деген. Енді алдында той болған адамдар оның қай жеріне жейді? Ойбай, құда күтеміз деп неше күн шабылады екенсіздер. Оның өзі бір үлкен той болады екен. Той бастар деп қалың Қытайдың қоқыр қоқысығын тарқатады екенсіздер. Не оны алған адам баймайды екен, не тарқатып сіздер баймайды екенсіздер. Ол не деген сұрапшылдық. Бұрын атам қазақта енді ат жаптырып той жасаған пәләмпәй ауылға. Бірақ енді олар байлар. Енді біз енді шетімізде бай емеспіз ғой. Байлар жасай берсін. Байлар тойын бизнеске айландырып жүреді. Ал енді біз сияқты қарапайым бұқаралар өзіміздің артқы чама чарқымызға қарауымыз керек қой. Ол байларға ілесіп бор байлағаныңызбен артыңыз белгілі. Көп адамдар кредит алып жасайды екен дейді, естуге қарағанда. Өйтіп, жаңадан той жасаған екі жасты кредитке байлағанша, сол той жасаған ақшаны екі жасқа беріп, не астына машина алыңдар, көлік алыңдар, не болмаса, үйдеріңнің алғашқы ақшасын төлеп, ай сайын төлейтін қып, бір баспана алыңдар деп берісіңіздер болады ғой. Не деген сұрапшылдық соғырлы. Әр нәрсенің өз шегі болады ғой сонда. Шектен асқан дүние шын айтқандан құнын жояды. Дүниенің алдыңғы қатарында екенбіз біз, тойда бар ғой, сұрапшылдықта арасында. Өзгерсек болады халқым бұл жағынан біз.